Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы микрокредитный организация, микрофинансовая организация, солардың заңды ма, заңсыз ба жұмыс істеп жатқаны, және олардың осы бүкіл проценттері туралы айтып кететін боламын. Ең алдымен осы темаға қозғалмастан бұрын менің YouTube каналыма, негізі Instagram парақшама тіркеліңіздер. Бүкіл осы заңда болып жатқан өзгерістің барлығына мен осы өзімнің YouTube каналымда немесе Instagramда әртүрлі сілтемелер, историялар қалдыратын болам. Бүкіл заңнамаларының байланысты осы өзгерістер болып жатса. Ал енді біз осы микрофинансовая организация мен микрокредитный организацияларға келетін болсақ, микрофинансовая организация дегеніміз заңгерлер оны МФО дейді. Яғни қысқартылған түрде. Осы МФО-лар Қазақстан Республикасының Национальный банк содан барып лицензия алып, заңды түрде, одан кейін барып негізі жұмыс істей алады. Осы халыққа ақшасын береді, қарызды, сол қарыздың үстінен пайыздар көре алады. Бұл негізі заңды микрофинансовая организация лицензиясы бар, заңды түрде жұмыс істейді. Заңсыз түрде жұмыс істейтін негізі микрокредитный организациялар бар. Біз оларды осы заңгерлер МКО дейміз. Оны болған, мысалы, көптеген организациялар жатады. Осы реестр микрофинансовый организацияға кірмеген, әлі ешқандай лицензия алмаған, рұқсат, разрешение деген ештеңе алмаған, бірақ халыққа ақшасын береді, және үстінен негізі 3 есе 4 есе қайтарады. Ондай организациялар тоқтап кететін болсақ, олар Moneyman, Tengo, Кредитомат дейді кейбіреуі. Сол Кредитоматтың ішінде 5-6 негізі микрофинансовый организациялар бар, Payday және тағы басқа. Негізі олар өте көп. Олар негізі заңсыз түрде жұмыс істейді. Мысалы айтатын болсақ, заңды түрде жұмыс істейтін микрофинансовый организациялар, олар сіздерге бүйтетін. Мысалы, өзінің лицензиясы бар, олар ештеңеден қорықпайды. Сіздерге мысалы 100 000 теңге қарыз берді, мысалы, займ берді. Бір жылдың ішінде олар үстінен 56% қана қосылады. Ол негізі 56% қай жерде, қай заңда десеңіз, ол постановление Национального банка деген бар, 2012 жылғы номер 377 ғой деймін. Сол негізі постановлениеға кіретін болсақ, сол жерде негізі жазылған осы микрокредитный организациялар тек қана 56% жылына осы вознаграждение көре алады. Годовая эффективная ставка дейді оны. Бір жылда қосылатын үстіне пайызы. Мысалы айтатын болсақ, сіз осы 2020-да, мысалы айтып, қазір, осы бүгін барып кредит алсаңыз, келесі жылдың, яғни 2011-дің тура осы жылы ол 56%-ға ғана өседі. Мысалы, сіз осы 2020-да 100 000 алсаңыз, келесі жылы ол 156 000 ғана болып өсу керек. Егер ол да 156 000-нан асып кететін жағдайда, ондай жағдайда негізі даже осы лицензиясы бар микрофинансовый организацияның жұмысы заңсыз болып, оны сот арқылы заңсыз деп шешім шығаруға болады. Микрокредитный организация дегеніміз бар. Олар осы заңсыз жұмыс істейді деп мен айтып кеттім. Ешқандай лицензиясыз, разрешениесіз. Олар осы халыққа тура осы МФО-лар сияқты осы қарызын береді. Мысалы 100 000 теңге береді. Бір жылдан кейін, даже бір жыл емес, бір айдан кейін қарасаңыз, ол 200 000 болып тұрады. Немесе 50 000 аласыздар, бір жыл емес, бір айдан кейін уже 100 000, 150 000 болып тұрады. Бұл уже заңсыз. Тағы да мен айтып кетейін, заңсыз болғандықтан негізі оны сот арқылы негізі бұл проблемалардың барлығын шешуге болады. Біздің видеомыз осымен ақырында аяқталып келе жатыр. Негізі осы микрокредитный организация, микрофинансовый организациялар байланысты өздеріңіздің проблемаларыңыз болса, негізі мен сіздерге ақылы түрде услугаларымды осы юридический осы услугалардың барлығын сізге көмектесе алам осы проблемаларыңызды шешуге, бірақ бұлар негізі ақылы болады. Сонымен қатар мен негізі қазіргі кезде осы микрофинансовый, микрокредитный организацияларға байланысты осы видео курстар жүргізейін деп жатырмын. Осы видео курстарға қатысам, немесе сіздің услугаларыңызды алам, микрокредиттарымды жабам деген адамдар болса, негізі осы видеоның астында ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылкаға басу арқылы негізі бассаңыз, мен уже түсінем, сіздер негізі осындай услугалар алғыңыз келеді, немесе менің осы видео курстарыма қатысқыңыз келеді деп. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.